Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет восточный пирогпен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, қарапайым жасалады, өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыз. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Пирогтың қамырына бізге ұн, қант, разрыхлитель, сары май, қаймақ және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен бізге құрғақ ингредиенттерді біріктіріп алуымыз керек. Ол үшін ұн, разрыхлитель, қант және шым-шым тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жұмсақ сары майды қосып, үстіне жұмыртқаны қосамын. Бір ас қасық қаймақты қосамын. Енді лопатаның көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамырдың жақсылап илеп біріктіріп алуымыз керек. Міне достар, бізде осындай песочный қамыр шығады. Енді оны бетін пленкамен жауып, холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, столдың үстін аздап ұн сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен жайып аламын. Форманың диаметрінен аздап үлкендеу қылып жаямыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Оған пергамент қағазын төседім және қамырымызды осылай орналастырамыз. Жан-жағында бортиктерінде осылай түзеп жібереміз қолымызбен. Дайын болды. Енді начинкасына курага, изюм және орех салатын боламын. Алдымен сухофруктылардың барлығын жуып, кептіріп алдым. Енді кураганы осылай тураймын. Орташа бөліктерге бөліп турайтын боламын. Енді қамырдың үстіне алдымен кураганы сеуіп, барлығын орналастырып шығамыз. Енді үстіне жаңғақты сеуіп шығамын. Негізі өзіңізге ұнайтын жаңғақты қоссаңыздар да болады. Бүгін мен арахис қосып жатырмын. Грек жаңғағын қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Оның үстінен мейізді осылай сеуіп шығамыз. Соңынан қойытылған сүт, яғни сгущенное молоконы құйып шығамыз начинканың үстіне. Рецепт бойынша қосыңыздар, көп қосып жіберсеңіздер тым тәтті болып кетуі мүмкін. Қойытылған сүтіміздің сапасы жақсы болса, пирогыңыз да өте дәмді болып шығады. Енді пирогты қызып тұрған 180 градусқа 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, пирогымыз пісіп шықты. Әбден суытып алғаннан кейін формадан шығару керек. Формадан шығарып, пергаменттен босатып, тарелкамызға орналастырамыз. Достар, қараңыздар, осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір кесіп көреміз. Әбден суытып барып кескен дұрыс. Достар, ұсынар алдында холодильникке салып қойып, ұсынсаңыздар да өте дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Шаймен ішкенге нағыз пирог екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.